Дәл осындай жұп-жұмсақ болып пісетін үй жағдайында артық ештеңе қоспай дайындалатын батон нанды дәл менің рецебіммен дайындап көруге кеңес беремін. Ендеше менімен бірге дайындап көріңіздер, сіздерге қатты ұнайды деген ойдамын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстінен сұйық май қосамыз, 2 ас қасық жарайды. Содан кейін үстінен аштығымызды саламыз. Қантымызды қосып, тұзымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Әрі қарай үстінен ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Ұныңыз высший сорт болса тіпті керемет болады. Менде бірінші сұрыпты ұн. Сол себепті кішкене қоңырқайлау. Енді әрі қарай осылай қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп жатқан кезде артық ішінде түйіршіктер қалып қоймау керек. Міне кішкене қолға жабысады. Енді үстінен 1 ас қасық тағы да сұйық май құямыз. Енді бұл табағымызға жабыспау үшін енді міне бізде осылай әрі қарай жұдырығымызбен қамырымызды 1-2 рет айналдырып бүгеміз. Бізде қамырымыз дайын болды. Бетін жауып жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағаттан кейін қамырымыз осылай ашып дайын болады. Енді осылай нанымызды асатын жерімізге сұйық майымызды құямыз және қамырымызды түсіреміз. Осылай қолымыздың көмегімен осылай ұрғылаймыз да. Басын осылай қолымызбен жайып аламыз. Содан кейін оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Егерде көп уақыт алмасын десеңіздер, бұлай орамай-ақ 1-ден 2-3 бөлікке бөліп пісірсеңіздер болады. Мен осылай кішкене қалдырып қоямыз. 5-10 минутқа тындырып. Содан кейін мен 2 бөлікке бөлдім. Негізгі кішілеу қылып жасасаңыздар 3 бөлікке бөлуге болады. Менікі үлкен 2 батоннан шықты. Енді дәл осылай 2 бөлікке бөлгеннен кейін оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа қылыпта керек емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Содан кейін міне басын осылай бүгіп аламыз да, ары қарай жеңіл қылып орайтын боламыз. Аяқталған жерін осылай жабыстырып түйіп аламыз. Енді алдымен пешімізді қыздырып қоямыз. Пергамент төселген формамызға батон нандарымызды орналастырамыз. Міне екі шетінде дәл видеодағыдай осылай бүгеміз. Міне мен ортасын осылай бір-біріне жабыспау үшін осылай қылып пергаменттің көмегімен осылай жасадым. Егерде пергамент қағаз төсемесеңіздер, астын жай ғана майласаңыздар болады. Енді тындырып қоямыз, тағы да 10 минут бетін жауып, 10 минуттан кейін нанымыз көтеріледі. Үстінен осындай жеңіл осылай су шашамыз. Қатты шылқытып керек емес. Және өткір пышақ болғаны дұрыс. Осылай үстінен сызып шығамыз. Қатты ойып жібермеңіздер. Енді толтырмай осылай әр жерінен ұн сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізге саламыз және беті қызарып піскенге дейін қалдырамыз. Міне бізде енді нанымыз пісіп дайын болды. Қараңыздар, дәл дүкендегідей ешқандай да айырмашылығы жоқ. Тіпті дүкендегіден де 2 есе дәмді деуге болады. Өздеріңіз білесіздер, үй жағдайында дайындалған нан өте дәмді әрі тойымды болып піседі. Енді нанымызды ысылай немесе кішкене суытып барып ұсынсаңыздар болады. Мен кішкене суытып барып кестім. Берекелі нанымызбен енді ары қарай ысылай май жағып жесеңіздер, енді дәмін айтып жеткізе алмаймын, өте дәмді шығады. Не қараңыздар, жұп-жұмсақ болып піседі. Ортасы да созылмалы. Қараңыздар, видеода көрініп тұр қандай екені. Бір сөзбен айтқанда, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналымда тағы да басқа пайдалы рецептер бар. Кіріп көріп, бағаларыңызды бере жатарсыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сандуғаш, назарларыңызға көптен көп рахмет. Ас болсын.